Оралда Айбын облыстық әскери патриоттық жиыны жалауын желбіретті. Дәстүрлі додада мектеп оқушылары мен колледж студенттері жауынгерлік қабілеттерін сынға салуда. Үздіктер маусым айында Қарағандыда өтетін республикалық кезеңге жолдамалады. Тақырыпты Еркебұлан Смадияров тарқатады. Өңірдегі бірқатар білім ошағында әскери клубтар құрылған. Онда оқушылар темірдей тәртіпті талап ететін әскери өмірдің қыр-сырын меңгереді. Жастардың жауынгерлік шеберлігін шыңдау бағытында елімізде жыл сайын Айбын жиыны өткізіледі. Биыл далалық жаттығуға қала мен әр ауданнан 100-ден астам жас сарбаз келген. Доданың ашылу салтанатында командалар қаз-қатар сап түсіп, әскери шеру ұйымдастырды. Жалпы өңірімізден әртүрлі командалар келіп жатыр, әр өңірден. Әскери сынақтар дегенде бұл әскери кросстар бар, әскери эстафеталар бар. Кермеге тартылу, мылтық ату, әскери осы нелер бойынша үздіктер анықталады. Дәстүрлі дода биыл 5-ші мәрте байрағын көтерді. Өңірден жасақталған команда республикалық кезеңде жыл сайын көшбасшылар қатарынан көрінеді. Мәселен, былтыр батыс қазақстандықтар жалпы есепте күміс жүлдені қанжығасына байлаған еді. Әскери кросста алдына жан салмаған Еламан Сансызбаев биыл сайыстың төрешісі ретінде іні қарындастарына бағыт-бағдар беруде. Біздің команда бүкіл спорттық жарыстардан жақсы орындар алдық. Арқан тартыстан бірінші орын, әскерилендірген эстафеттан бірінші орын алдық. Қалған жақсы спорттық жарыстардың бәрінен жүлделі орындар алдық. 24 күні кермеге тартылған жарыс болды. Жарыста өзім төреші болдым. Балдардың тартылуы жақсы. Орташа көрсеткіштері 16-17. Әскери жиында жас сарбаздар жеке және командалық есепте өнер көрсетеді. Әр топта 15 жауынгер болса, олардың 5-еуі бұрымдылар. Бүгін өжет өрендер әскери қорғаныс киімі мен газ тұтқыш киюден, пневматикалық винтовкамен нысана көздеуден және әскери эстафетадан сынақ тапсырды. Сәуір айында өткен Шыңғырлау аудандық Айбын сайысынан Андрей Тихоненко атындағы мектеп бірінші орын алып, осы облыстық кезеңге өттік. Тобымызда 10 ер бала және 5 қыз бала. Жалпы өзім деген винтовка атудан қатысамын. Винтовка ату кезеңінде бізде 10 метр қашықтықтан 5 мүмкіндік беріледі. Мектебімде әскери клуб бар, өзім соның мүшесі болып табыламын. Жалпы қатысып жүрмін, 1-2 жыл көремін деп. Оқу-жаттығу жиыны ертең аяқталады. Әр сынақта ең жоғары нәтиже көрсеткен қырағы сарбаздар маусым айында Қарағандыда өтетін республикалық додаға жолдама алады. Еркебұлан Смадияров, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.